Теннис добын секундына 20 метр жылдамдықпен лақтыруға болады. Осы жерден анық көретініміз, басында шардың қолға қатысты потенциалдық энергиясы нөлге тең. Кинетикалық энергияны формулаға масса мен жылдамдық мәндерін қоя отырып есептеуге болады. Көріп отырғанымыздай, биіктіктің артуымен шардың потенциалдық энергиясы артады. Бірақ доптың жылдамдығы кемейді, сондықтан оның кинетикалық энергиясы кемейді. Ақыр соңында 2 секундтан кейін доп тыныштық күйіне келеді. Оның жылдамдығы нөлге тең. Оның кинетикалық энергиясы да нөлге тең. Шыңның ең жоғарғы нүктесінде потенциалдық энергия өзінің ең жоғарғы мәніне ие болады. Енді доп құлайды. Биіктігінің өзгеруіне қарай шардың потенциалдық энергиясы нөлге дейін азаяды. Ал жылдамдықтың артуымен кинетикалық энергия өзінің максималды мәніне дейін артады. Доптың ұшуы кезінде потенциалдық энергиямен қатар, доптың кинетикалық энергиясы да өзгереді. Осыған қарамастан, олардың қосындысы тұрақты болып қалады. Потенциалдық энергия мен кинетикалық энергия қосындысы механикалық энергия деп аталады.